2016 жылы наурыз айында маған бір ата-ана хабарласты. Отағасы кәсіпкер, жұбайы театрда жұмыс істейді. 5 баласы бар екен. Тұңғышы ұл бала, 10-шы сыныпта оқиды. Олардың айтуынша осы баланың мінезі тым жеңіл көрінді. Баламыз көп сөйлейді, мылжың, ер азамат салмақты, байсалды болу керек деп талай ескерттік. Бірақ табиғатым осындай болса қайтем, мінезімді өзгерту менің қолымда тұрған дүние емес деп қарсылық көрсетеді. Не істеуге болады деп сұрады. Баласын маған жіберуіне кеңес бердім. Олар келісіп, баласын алып келді. Біраз күн балаға ештеңе деген жоқпын. Бір күні лагерде сабақ өтіп жатырмын. Әдеттегідей қисса айтып, жұмбақ жасырып, көңілді отырған едік. Бір кезде тосымнан сұрақ қойдым. Сендерге бір экзистенциялық сұрағым бар. Бір ата-ана баласын айтып жатыр делік. Балам, мына қылығың дұрыс емес. Жаман әдетіңді қой, мінезіңді өзгерт. Сол кезде баласы былай десе, жоқ, бұл мен табиғи мінезім, жаратылысым осындай, сондықтан мені өзгертемін деп әуре болмаңдар десе, оған не деп жауап берер едіңдер? Ағай, мәселен қандай мінез құлық? Кез келген жағымсыз мінез, еріншектік, салақтық, тәкаппарлық немесе мақтаншақтық дегендей. Мысалы, бір ата-ана томаға тұйық баласының ашық жарқын болып, құрдастарымен жайлы араласып кетуін қалайды. Енді біреуге керісінше ұлының күлегеш, малта езер, мылжың әдеті ұнамайды. Үшінші, бір ата-ана баласының қыңырлығына, салғыласқыш мінезіне көңілі толмайды. Немесе аузына не келсе соны айтып, былапыт сөзге жақын балалар болады. Ата-ана баласының теріс мінезін көріп, түзеткісі келеді. Сол кезде бала, мам, жаратылысым осындай, мені түзеймін деп әуре болмаңыз. Кітап оқымайсың, құрыс сотқа шұқылап отырасың, адаммен дұрыс сөйлеспейсің деп мораль оқымай-ақ қойыңыз десе, бұны мен тек мысал үшін айтып отырмын. Әйтпесе өмірде әртүрлі жағдай болады. Сонымен сұрақ, адам табиғатында мінез құлқын өзгерте алатын қарым-қабілет бар ма? Бар болса, адам бойындағы нақты қай қасиетіне сүйеніп өзгере алады? Бірден ескертейін, құрғақ мораль оқып, уағыз айтып кетудің қажеті жоқ дедім. Біраз уақытқа дейін үнсіздік орнады. Сенде қандай пікір бар, білсең айт дегендей бір-біріне қарап қояды. Бір кезде бір оқушым, ағай деп қолын көтерді. Өзі бір күлдіргі бала еді. Бәрі үндемей отырған соң, іші пысып кетті деймін, даусын көтеріп. Түк емес, бәрі адамның өзіне байланысты. Мысалы, мен баяғыда кішкентай кезінде жаман өсекші болғам деп бастады. Оқушылар қыран-топан күлкіге қалды. Неге күлесіздер? Рас айтам, бір күні екі досымның арасына от салдым. Екеуі быт-шыт болып төбелесті. Соларға қарап жүрегім жаман ауырып кетті. Содан бері өсек айтпайтын болдым. Ой, күлмеңіздер деймін, осы жаман әдетімді қоям дедім бе, қоя салдым. Болды, күлмеңдер деп балаларды тыйып жатырмын. Бірақ өзім де күлкіден жарылардай әрең отырмын. Бұл баланың сөзі басқалардың да шешіліп сөйлеуіне түрткі болды. Бірінен соң бірі сөз сұрап, өз ойын білдіріп жатты. Дегенмен бәрі өйту керек, бүйту керек деген сияқты ақыл айтып кетті. Кезек маған келді. Бұл сұрақтың жауабын экзистенциализм бойынша талдап беруім керек. Ғалымдар адам мен жануардың айырмашылығы интеллектіде, тік жүруінде, ойлануында, елестете алуында деген сияқты көптеген фактілер келтіреді. Оның бәрі дұрыс. Бірақ Виктор Франкл солардың арасында екеуін ең ерекше деп қасиет деп көрсетеді. Логотерапия ғылымында сол екі қасиетке негіздеп құрған. Мен бүгін соның біреуіне тереңірек тоқталамын. Адам кейде мәнсіздікке ерік беріп, әртүрлі әдепсіз қылық жасайды. Егер соны дер кезінде тоқтатпаса, ол психикалық қабатқа сіңіп, шарттанып үлгереді. Яғни адам өзі байқамай істей беретін әдетке айналады. Сосын оны кетіру оңай болмайды. Бірақ ерік жігерін қолына алса, өзін түзей алады. Бірақ адам оның бойындағы қай қасиетіне сүйеніп өзгертеді, өзінен есеп алу арқылы. Яғни адамның өзін-өзі бақылауы, іс-әрекетін ойша елестетіп безбендеуі. Мысалы үшін Марат сен алайық. Бізбен бірге дастархан басында тамақ ішіп отырсың, бірақ өз бойыңнан ойша шығып кетіп, өзіңді сырттай бақылап, іс-әрекетіңді көз алдыңа елестетіп отыруы мүмкін. Мүмкін барлық адам істей алады. Адамның қолынан келеді. Өзге ешбір жаратылыс иесіне бұндай қызмет бұйырмаған. Не мысық, не ит, өзімді бұлай ұстасам, қожайыныма жақамын, бұлай қылып көрсетсем маған тамақ берер деп іс-әрекетін ойша елестете алмайды. Ал адамның жаратылысы бөлек. Ол тіпті бір уақытта өткен өмір мен болашағына қатар көз жүгіртіп, өз бейнесіне
бірнеше қырынан елестетіп көре алады. Мысалы, шешесі Маратты тамақ іш деп дастарханға шақырды делік. Марат көз алдына екі адамның бейнесін елестете алады. Алғашқысы маған қарамай тамақ жей беріңіздер деп телефонға жабысып ойын ойнап отырған Марат, екіншісі дастархан басында елмен бірге мәре-сәре болып тамақ ішіп отырған Марат. Көрдіңіздер ме? Бір мысал келтіріп едім, өзіңді екі тараптан елестетіп, іс-әрекетіңді ойша бақылап отырсың. Керек десең, адам өз қылығына өзі күле алады, өзін әжуалап сынай алады. Бұдан шығатын қорытынды шешімді адам өзі қабылдайды. Осы қасиетін пайдаланып, өз мінезін түзей алады. Егер өз-өзіне иелік ете алмаймын, мінезге әмірім жүрмейді деп санаса, өзін жануарға теңегені. Тыңдаушы балаларының арасында әлгі 10-шы сынып оқушысы да отыр. Бірақ оған тікелей айтқан жоқпын. Атын атап түсін түстеп мысал етпедім. Курс біткен соң балалар үйіне қайтты. Баланың ата-анасынан жақсы хабар келді. Ұлы жақсы жаққа өзгеріпті. Бұл жолы да балаға тікелей ақыл айтып, ағыл-тегіл мораль оқуған жоқпын. Бала ондайды жақсы көрмейді. Әсіресе жоғары сынып оқушыларының шеке бастары тырысып, қол-аяғы құрысып шыға келеді. Айтқан ақыл бойдағы қырсығын оятып, кері эффект береді. Сондықтан мораль жасырын жату керек. Құбылыстың мәнін қисса арқылы немесе пайымды қылыммен тарқатып беруге болады. Митвельд. Спортты дамыту дирекциясы бізді лекция оқуға шақырды. Бардық. Кілең федерация басшылары мен тренерлер жиналып отыр екен. Антология, бала тәрбиесіндегі экзистенция анализі туралы 1 сағат тоқтамай тарқатып бердік. Тыңдаушылар айрандай үйіп қалды. Сәлден соң сары кітаптарды сатып алуға кезекке тұрды. 2 күннен кейін бір жігіт хабарласып кешкі асқа шақырды. 2 жігітті ертіп бардым. Беделді қызметі бар екен. Қасында 14 жасар ұлын ертіп алыпты. Ол: «Секе, қош келдіңіздер, кешегі лекцияның әсерінен әлі айға алмай мас болып жүрмін» деп шын ықыласын танытып жатыр. Танысып білісіп болған соң бір қызық әңгіменің шетін шығарды. «Сейілбек, бір қызық айтайын. Лекциядан көзім ашылып, үйге барған соң түнімен дөңбекшіп ұйықтай алмадым. Мен осы ата-аналық міндетімді адал атқарып жүрмін бе деп өзімнен есеп алдым. Сөйтсем жұмыс деп жүріп бала-шағаға көңіл бөлмеген екенмін. Оларға арнайы уақыт бөліп, мейірім мен махаббат бермейді екенбіз. Қарны тоқ, көйлегі көк, сабағы жақсы болса болды деп жүре беріппіз. Содан кешегі лекциядан кейін күйген жұмыс күйіп кетсін осы балама бір күнімді арнайыншы деп пейнтболдың 10 билетін сатып алдым. 10 билет, сонша билет не істейсіз дедім шынымен таңғалып. Бұл ұлым үшін ұлыма айттым: бала, мына бір билет маған, ана бір билет саған, қалған 8-іне достарыңды шақыр, ертең барып бәріміз ойнаймыз дедім. Бір жағынан достарының алдында әкелік мейірімге бөленіп, бір мәз боп қалсын дедім. Сосын дедім сабырсыздана. Содан ертесі балам жалғыз бір досын ертіп келіпті. Қалғаны қайда десем, бары осы, басқа досым жоқ дейді. Қалай сонда, бір ғана жолдасың бар ма? Бірге ойнайтын басқа балалар табылмаған ма дедім аузым ашылып. Ол: сол ғой, сол достарың жоқ, дос болғанда қалай араласатын ортасы жоқ, баяғыда біз шұбыртып жүретін едік. Мыналар қызық деп өзінің жастық шағын айтып кетті. Мен: сосын қалған билеттерді не істедіңіздер дедім. Босқа күйіп кетпесін деп өзімнің достарымды шақырдым. Олар келді ме? Оқуға келгенде қандай бәріміз бала сияқты ойнап кеттік, бір жасап қалдық. Әлгі 2 бала не істеді? Екеуі ойынның қызығына кіре алмады. Біраз ойнады да сосын іштері пысып, ақыры смартфондарын шұқылап кетті. Солай деңіз деп отырып қалдым. Бұл жайт маған таныс, себебі бірнеше жылдан бері балалармен жұмыс істеп келе жатырмын. Былтыр жазда 13-14 жастағы балалардан сауалнама алдым. Жақын болашақта тез жүзеге асырғың келетін ең ірі 3 арманыңды жаз деп тапсырма бердім. 32 оқушының 29-ы өз ортамды тапқым келеді деп жауап берді. Экзистенция анализі сұрақты былай қояды: адам бұл дүниеде қалай бар бола алды? Жауабы былай: адам бұл дүниеде өзінің ұдайы бар болу құдірет екенін сезіну үшін 3 әлемді рухани болмысын құрап тұру керек. Олар Умфельд, Митвельд, Эйгенвельд. Осы 3 әлемнің біреуі ғайып болса, не кенже қалса, адам жоқтыққа жұтылады. Қазіргі балалардың ең ірі проблемасы Митвельд әлемінің жоғалуы, яғни шынайы араласатын ортасы жоқ. Митвельд әлемі хикмет өрмегінен құралады. Хикмет бас көзіне көрінбейді. Оны көкірек көзі байқап, сезіп тұрады. Жүрек көзі кірленген сайын хикмет өрмегінің жіптері үзіліп, олардың орны прагматикалық қатынастар билеп төстейді.
Ондай кезде пайда күнен пысықтар өнері мен ғылымы бар баланы зат сияқты өз мүддесіне қолданғысы келеді. Затқа айналып бара жатқанын сезе бастаған пенде бұл өмірден тез жалығады, өмір сүргісі келетін ықыласын жоғалтады. Оқушылар біздің лагерде Митвельд әлемін құрау үшін келеді. Ата-аналары оларға орта жасақтау үшін осында арнайы аттандырады. Оқушылар өте сезімтал, мағыналы ортаның аурасын сезген соң дереу хикмет өрнегін тоқи бастайды. Осылайша мән мен мағынаға құрылған таңғажайып тағдырлар тіршілік сахнасына шыға бастайды. Қазір ғалымдар адам өзінің мен атты өзгермейтін өзегін қапысыз қалай айырады деген сұрақпен басы қатып жатыр. Себебі өсіп өніп, өзгеруші дене мен құбылмалы психиканың эмоция меннің жалған формасын жасап беріп, адамды адастыруын қояр емес. Ал балада бұл тіпті қиын проблема. Себебі үлкен өмірге араласпаған бала өзінің менін қалыптастыратын мағыналы іске кірісіп кете алмайды. Мұндай кезде баланы мейлінше топ болып ойнайтын немесе көп болып жабылатын бір іске салған дұрыс. Көптің арасына кірген кезде автоматты түрде оның санасында мен мына әлеуметтің қай бұрышын құрап тұрмын деп ойлайды. Көптің ішінде өзі ғана атқара алатын маңызды істі айырған сайын оның мәңгілік мені айқын қашалып, дұрыс эгоның шекарасы сызылады. Дерефлексия. 2017 жылы Түркістандағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің шақыруымен студенттерге лекция оқыдық. Лекция аяқталған соң бір студент қыз жағдайын айтып көмек сұрады. 60-ты ақымдаған шешесі депрессияға түсіп ауырып қалған екен. Уыстап дәрі ішетін болды, бірақ денсаулығы одан ары нашарлап барады. Жүздесіп сөйлесіп көріңіздерші деп өтінді. Келесі күні түсте үйінде болдық. Апамыздың жағдайы расында қиын екен. Күйзелістен қатты арықтап, көздері шүңірейіп, жағы суалып, құр сүлдері қалыпты. Танысып, мән-жай сұрадық. Әрең сөйлеп отыр. Мыжып кетті демеңдер, асықпай басынан баяндап берейін деді де бастап кетті. Өмірде көрмеген қорлығым жоқ. Үйде 9 бала болдық. Ең үлкені мен едім. Шешем маған қатал болды. Іні сіңлілерім бірдеңе десе, таяқты мен жеймін. Кейде осылар мені асырап алған жоқ па деген ойға берілдім. Бір күні көрші ападан сұрадым. Ол кісі балаға дұрыс қарасаңдаршы, қаршыдай балаға неге ұрса бересіңдер деп шешеме ескертіп кетті. Шешем үйдің әңгімесін неге көшеге тасисыңдар деп одан бетер сабады. Қойшы әйтеуір бұл азаптан күйеуге тиіп қана құтылармын деп ойладым. Мектепті бітіргеннен кейін күйеуге шығып кеттім. Дұрыс болған екен. Баламай, несін айтасың? Самарқанда бір апам бар, одан өткен сорақы дегендей отбасылық өмірім балалық шағымнан сорақы болып шықты. Күйеуім еркек емес, ез екен. Әйел бала шағасына қорған болмақ түгілі өз басын алып жүре алмайтын бір бейшара еді. Бұл тозаққа да шыдадым. Бала шағам үшін ғана өмір сүрдім. Ұлды ұяға, қызды қияға қондырсам, қалған өмірімнің рахатын осылардан көрермін деп сендім. Неше балаңыз бар? 2 ұл, 2 қыз. Құдай бала шағаны кенде қылмапты. Солардың рахатын көрсем қанекей, Құдай оны да көп көрді. Тұңғышым жүргіш қызбен әуей болды. Онысы 1 айдан соң босанды. Артынша ажырасып кетті. Балам елдің өсегіне қалып күйіктен ішіп кетті. Екінші ұлдан үміт еттім. Көрегенді қыз әкелсе екен деп тіледім. Бірақ Құдай тілегімді бермеді. Келін емес кесапат келді. Екеуі Құдайдың құтты күні ұрсысады. Баламның жүрек талмасы бар еді. Bir күні екеуі үйде оңаша қалған. Тағы да ұрысып, ұлымның жүрегі ұстап құлапты. Келін қорқып кетіп, киім-кешегін жинап, төркініне қашып кетеді. Үйге келсем, балам аулада ес-түссіз жатыр. Дереу жедел жәрдем шақырдым, бірақ кешігіп қалдық. Жарты сағат бұрын шақырғандарыңызда өмірін сақтап қалар едік, деді дәрігер. Осылайша қапыда ұлымнан айырылып қалдым. Екіншісі тірі өлік деп көзіне жас алды. Бұдан кейін қыздарының жағдайын сұрауға дәтіміз бармай үнсіз қалдық. Ол кісі көзінің жасын сүртті де әңгімесін жалғады. Ажал жетпей өлмек жоқ деген рас екен ғой. Не болса да қыздарым үшін өмір сүрдім. Осылардың маңдайы жарық болса екен деп тіледім, бірақ олай болмады. Үлкен қызымды бір малшы ауылдың оқымаған жігіті алып қашты. Құдалар нашар боп шықты. Биыл 3-ші жыл кетті. Не той жасаған жоқ, не дұрыстап құдалығын өткізбеді. Қызым әліге дейін перзент сүйе алмады. Қызымды олар емдетпесем, өзім емдетейін деп ақша жинап бергем. Сөйтсем, күйеу бала ақшаны тартып алып, мал сатып алыпты. Қызым сол үйдің көңіне айналды. Қатынның жұмысын да, еркектің шаруасын да бір өзі атқарады. Қашан барсаң күйлеш болып жүреді, деп тоқтаусыз баяндап жатыр. Бірақ бізді таңғалдырғаны екінші қызы туралы ләм-мим деп ауыз ашпады. Ақырында өзіміз сұрадық. Махида сіздің қызыңыз ба?
Иә, екінші қызым ғой деді де қайтадан өмірден көрген қорлығын баяндай бастайды. Осы кезде бір нәрсені байқадық. Зухра апаның көрген қорлық пен тартқан азабына байланып қалғаны сонша өмірдің жарқын сәттерін аңғармайтын болған. Махиданың мектепте қалай оқығанын сұрадық. Оның оқуы жайлы айтқанда екі беті нұрланып, көзі жайнап, еңсесі көтеріліп шыға келді. Қазақ-өзбек мектебінде үздік оқушы болғанын, олимпиадада жоғары орын алғанын, мұғалімдердің сүйікті шәкіртіне айналғанын, қоғамдық істерге белсенді қатысқанын айтып бір жадырап қалды. Бірақ бұл көпке созылмады. Сөйлеп отырып бұрынғы соқпағына қайта түсті. Көрген қорлығын, шеккен тауқыметін жырлай жөнелді. Біз қайтадан Махида университетке өз күшімен түсті ме деп сұрадық. Зухра апа қызының сол жылы мектеп бойынша оқуға өз күшімен түскен жалғыз талапкер екенін айтып мәз болды. Жақында факультет деканынан алғыс хат алғанын, ректордың стипендиясына ие болғанын айтып отырды да қайтадан өмірден көрген қорлығын баяндай жөнелді. Біз әдейі әңгімені қайта-қайта Махидаға бұра бердік. Бұл қызы расында мақтануға лайық перзент екен. Ол шешесінің жалғыз үміті, сүйенері, асыраушысы, қамқоршысы. Ас ауқатын уақытында беріп, дәрісін ішкізіп, шешесі ұйықтағанша қасында отырады. Төсегін әдейі табалдырықтың қасына салып, түнімен шешесін бағып жатады. Сытыр еткен дыбыс шықса оянып қасына жетіп барады. Асты үстіне түседі. Кейде таң атқанша апасының аяқ қолын уқалап қасында отырып көз ілмей шығады. Түн ұйқысын төрт бөлетін ананың күйін кешеді. Махиданың қамқорлығын айтқан кезде Зухра апа бұл дүниеде ең бақытты адамша бал-бұл жайнап шыға келеді. Логотерапия оптимистік бағытта ұстанады, бірақ бұл мотивациялық психология насихаттайтын соқыр сенімге құрылған оптимизм емес. Ол тығырықтан шығудың жолын іздейді. Жол табу үшін әуелі проблеманың себебіне, негізіне үңіледі. Зухра апаның проблемасы гиперрефлексия, яғни назарының бәрі өзіне бағытталған. Өзіне болғанда да қайғы-қасіретке байланып қалған. Одан басқа дүниені көзге ілмейді. Зухра апаны тығырықтан шығару үшін дерефлексия әдісін пайдалану қажет. Зухра апа, тағдырыңыз расында ауыр болған екен. Мұндайды ешкімнің басына бермесін. Өткенді кері қайтарып, басыңызды қайғыдан арашалай алмаймыз. Бірақ бұл ары қарай да осылай тауқымет кешесіз деген сөз емес. Тап қазір өмірдің бақытын сезінуге өзіңізден басқа кедергі көріп тұрған жоқпыз. Мына нәрсеге келісіп алайық. Сіздің азапты тағдырыңыз жайлы әңгімені өз аузыңыздан естіген соңғы адам біз болайық. Енді көрген қорлығыңызды бізден басқа ешкімге айтпаймын деп уәде беріңіз. 2 сағаттан бері тыңдап отырмыз. Бақытсыз балалық шақ, озбыр ата-ана, одан кейінгі берекесіз отбасылық өмір. 3 баланың басындағы зарын баяндаған кезіңізде сіз түгілі біздің жүрегімізге салмақ болды. Еңсеңіз езіліп кетті. Мұндай естелік денсаулыққа кері әсер етеді. Бірақ сіз оны тастамай өмір бойы арқалап жүрсіз. Ал Махида қызыңыз туралы айтқанда бәріміздің көңіл күйіміз жадырап шыға келді. Әсілі сол қызыңызға Құдайдың көзі түзу. Сіз былай істеңіз. Енді жүрген жеріңізде тек жағымды әңгіме айтыңыз. Осыны көрші қолаң мен абысындарым да айтады. Сенің қасыңда отырамай қалдық қой. Қашан қарасаң тағдырыңа налып, күйініп, үхілеп отырасың. Бұдан былай айтпашы дейді. Апа, көрдіңіз бе? Сіздің проблемаңызды ғылымда гиперрефлексия дейді. Бұл дүниеде жалғыз өзіңіз ғана қарғыс қамытын арғалап жүргендей күйініп отырасыз. Күн сайын аспаннан мың бір бәле жауса да Құдайдан үміт үзбеңіз. Тағдыр сізге қаншама азап берді, бірақ кім біледі, Махида соның өтемі шығар. Енді жүрген жеріңізде әңгімеңіз тек Махида болсын. Осы қызда Құдайдың өзі сыйғып бергенін айтып жүріңіз. Көктем келіп ағаш гүлдер кезде әуелі бір бүршігі ашылып гүл бүр жарады. Соған қарап қалған бұтақтары да жасыл желекке оранады. Өмірде де солай. Әулеттен бір бала өсіп өніп көктеп жетілсе, қалғандары соған қарап бой түзейді. Махида ертең ақ оқуын бітіріп, сәтті тұрмыс құрып, ай күндей жарқырап шыға келгенде басқалары сол жарық нұрдың айналасына шоғырланады. Сол бақытты күнге жетіп, ғажайып сәтті сезіну үшін деніңіз сау, бауырыңыз бүтін болуы керек. Зухра апа бас изеп иіліп отырды, келісіп отырды да көңілді халде қоштастық. Біраз күннен кейін Махидадан хат келді. Аға, алғысымды қалай жеткізерімді білмей тұрмын. Шынымды айтсам таң қалып жүрмін. Сіздер кеткен соң апам мені ұзақ құшақтады. Бұрын соңды бұлай игенін көрген емеспін. Сосын бөлмесінен дәрілерін алып шықты да дәретханаға төгіп тастады.
Ең қызығы сол күні жақсы ұйықтады. Адам бір сұхбаттан осынша өзгереді деп ойламаппын. Түркістанға келгенде қарындасыңыздың үйіне соқпай өтпеңіздер. Махида. Мәнге талпыныс. Сәлеметсіз бе? Иә, айта беріңіз. 9 сыныпта оқитын қызымыз бар еді, сіздерге оқуға жіберсек деп едік. Жіберіңіз, оқытайық. Бірақ ағылшын тілінен бөлек логотерапия оқытады деп естідік. Ертең мына қыз бір бәлеге ұрынып қалама деп уайымдап отырмыз. Ол қызға не болды? Бір қиын шаруаға тап болдық. Жақында қызымыз 2-3 күн жоқ болып кетті. Сөйтсек ешкімге айтпай үн-түнсіз Қарағандыға әжесіне кетіп қалыпты. Одан кейін де бірнеше рет ешкімге айтпай кетіп қалып жүрді. Үйінің жанында колледж бар. Сол колледждің қыздарымен араласады екен. Сабақта үлгерімі нашарлап, жүріс-тұрысы өзгерген соң әке-шешесі Алматыға алып келген. Ортасын ауыстырсақ қызымыз өзгерер деген оймен. Өзгерген түгі жоқ. Сол баяғы әдетін тастамады. Сыланып киінеді деп боянып жүреді. Жүріс-тұрысы бұзылады ма деп алаңдап жүрміз. Әкесі ұрсып та көрді, сабап та алды. Еш нәтиже шықпады. Бұлай жалғаса берсе ертең бір бәлеге ұрынып қалама деп қорқасың. Қазіргі жастарды өзің де жақсы білесің. Бірдеңе болса болды, жылап қорқытады. Кешіріңіз, сонда кім боласыз? Сынып жетекшісі. Ата-анасы қайда? Неге мына мұғалім біреудің баласына күйіп пісіп жүр деп таңғалып тұрған шығарсыз? Оқушыға бірдеңе болса бірінші мектебі жауап береді. Қазір бар жауапкершілік мына біздің мойнымызда. Әсіресе оқушылар арасында жоғалу факторы ең өзекті мәселе болып тұр. Құзырлы органдар бірден жетіп келіп шаңымызды қағады. Одан бөлек неге екенін білмеймін, әр оқушым өзімнің балам сияқты болып кеткен. Тіпті олардың өміріне баламнан да артық алаңдаймын. Айтсам күлесіз, мектептіге мүлде қатысы жоқ. Күйеуімнің өзі бүкіл оқушының аты жөнін жатқа біледі. Кешкі аста әуел солардың жағдайын сұрап бір түгендеп алады. Түсінікті болды апай, қай уақытқа жазылайын? Қыстың демалысына. Онда келістік, қыздарыңызды осы демалыста жазып қоямын. Түске дейін балалардың бәрі келіп болды. Бір ғана бала қалды. Сағатыма қайта-қайта қарап қоямын. Кешігіп жатыр. Сабақты бастай алмай күтіп отырмыз. Енді келмейтін шығар деп ойладым. Бір кезде бір дәу джип үйдің алдына кеп тоқтады. Ішке кірді, балаларды көрді, курстық оқыту жүйесімен танысты. Байқаймын, қызына ұнамаған сияқты. Сөмкелерін қайта сүйрелеп үйден алып шықты. Әкесі қызының оқығысы келмейтінін айтып кешірім сұрады. Мен дұрыс, егер қаламаса қажеті жоқ. Құсты қанаты ұшырады, адамды талабы ұшырады деген. Талапсыз баланы оқыта алмаймын, қайтсын үйіне деп қатқыл жауап қайырдым. Әкесі намысқа тырысып, жоқ, менің қызым тіл оқып үйренеді. Қызым осында қаласың, болды деп бір сөзбен қайырды. Сонымен бәрі түгел жиналды. Ұрыста тұрыс жоқ, жұмысты бастау керек. Түскі тамақты ішіп алып, қырға барып сырғанап қайттық. Күшті көңіл күймен кешке дейін сабақ оқып тастадық. Кешкі асты ішіп болдық. Осы кезде әлгі қыз, аға, ертең қайтатын болдым. Түстен кейін мамам келіп мені алып кетеді деді. Бүгіндікке дұрыстап тамақ ішпеген еді. Көңілсіз жүрді. Жұртпен бірге сырғанаққа да бармай үйде жалғыз қалған. Қысқасы осылай боларын іштей сездім. Жақсы, қаласа оқысын, қаламаса үйіне қайтсын. Дегенмен әлі бір күн уақытымыз бар. Бәлкім ойын өзгертер. Бар өнерімді іске салуым керек. Бірақ құрғақ мораль оқып, ағыл-тегіл ақыл айтуға болмайды. Тек антология тұрғысынан келу керек. Логотерапияның шарты солай. Ендігі кезек қисса оқу, жыр жаттау. Ұйықтар алдында жарты сағат логотерапия, жарты сағат миғражнама оқуға арналады. Екінші күн әдепкі жағдай, сабақ оқып отырмыз. Мен де сұраған жоқпын, ол да үндеген жоқ. Екеуміз қайту туралы ләм-мим деп ауыз ашпадық. Мына қызықты қараңыз, түс кезінде үйге сынып жетекшісі келіп тұр. Қасына жанашыр жолдасын ертіп алыпты. Тұңғыш қызымызға алаңдап үйде көңіліміз жай таппай келіп қалдық деп қалжыңдап қояды. Бәріміз ду күлдік. Мамасының келмейтінін, осында қалатынын білген әлгі қыз екі көзіне ерік берді, еңіреп қоя берді. Түсінгенім бәрін жылап қорқытады екен. Ішімнен, егер адамның соңғы секундта шешім қабылдай алатын қасиеті бар екені рас болса, онда соңына дейін күресу керек деп қонақтарды шығарып салған соң оқушыларының бәрін жинап алдым да Жазираға: бол енді, көз жасыңды тый. Бір қызық айтайын, өз басым адамзат еркін жаратылыс деп танимын. Сондықтан ерік қалауыңды ескеріп, сені өзім-ақ үйіңе жеткізіп саламын дедім. Ол сенер-сенбесін білмей үндемей қалды. Сосын:
Сендерге бір қызық айтайын. Адамда еркіндік болмайды деп келіспейтіндер бар. Олар пенде тіршілікке тәуелді, кісінің еркіндігі тұрмыстық себептерге байланған. Ол қоршаған ортаға, тұқым қуалаушылыққа, құмарлыққа тәуелді дейді. Міне осының бәрін курс біткенше шетінен тарқатып айтып беремін. Бірақ бір өкініштісі, Жазира осы қызықтан құр қалайын деп жатыр деп оны қызықтырып қойдым. Сендерге бір сұрақ, шындарыңды айтыңдар, өздеріңнің ерік қалауларың бар деп санайсыңдар ма деп оларға қарап едім. Жартысы бірден әрине десе, қалғандары білмеймін дегенде екі иығын қиқаң еткізді. Жақсы, бар болса онда адамға ерік қалау не үшін беріледі дедім, үндемей қалды. Сосын сөзімді жалғап, адамға ерік ойға не келсе соны істеп, жауапкершіліктен қашу үшін емес, жауапкершілікті арқалап бір мақсатқа жету үшін берілген. Логотерапияда жауапкершілік арқаламай шалтаратын адамды ерік қалауын дұрыс пайдалана алмайтын әлсіз адам дейді. Бұдан шығатын қорытынды, адам еркіндік феноменін түсінген сайын оны қалай пайдалану керегін біле бастайды деп балаларды бір сәтке ойландырып қойдым. Әңгіме қонымды болған соң сөзімді одан әрі жалғап, еркіндік шешім қабылдайтын машина, пенде азат екенін түсінгенде тағдырын қолына алады, өмірін өзгенің ықпалына түсірмеу үшін жанталасады. Осы ойда Франклдың бір принципін айтқан қызық әзілі есіме түсіп кетті. Бірақ оны кейін айтып беремін. Қазір оған уақыт жоқ. Жазираны үйіне апаруым керек. Сендер де келгенше бір-біріңмен еркін пікір алмасып отырыңдар. Ой талқы болсын дедім. Сол кезде Жазира: ағай, мен бір нәрсе айтсам бола ма? Иә, айта ғой. Шынымды айтсам, ағылшын тілін оқысам қиналып кетем. Әрі оған зауқым да жоқ. Сол үшін кеткім келіп жүрген. Бірақ маған дастархан басында қисса айтып отыру ұнайды. Логотерапияны талқылап пікір алмасқан да ұнайды. Егер мен қалсам, солардан көбірек тапсырма беріп сұрап отырасыз ба деді. Міне әңгіме енді ашылды. Жарайды, бірақ мына заманда тіл білу керек. Біліміңе білім, өнеріңе өнер қос деген. Барған жеріңде абыройлы боласын. Қайын сіңлілерің ағылшын тілін білетін жеңеше деп соңынан шулап жүреді. Енең де елдің алдында бұл менің келінім деп мақтанып отырады. Ең бастысы, абысындарың қой құрсын, ертең баламызды оқытпай қояр деп сенімен бақталасып, ұрсуды аяқтарын тартады. Қалай күшті емес пе дедім, қайтер екен деп. Ағай, сіз де қатырады екенсіз. Кеше өзіңіз тіл білу құндылыққа жатпайды, бұл адамның мүмкіндігін молайтатын құрал дедіңіз ғой. Сосын өмірдің мәні абыройлы, бақытты болуда да емес. Адам бір мақсатына жеткенде ырықсыз түрде оның тұла бойы бақыт пен шаттыққа бөленеді. Оны ана бір көгершінмен мысал келтірдіңіз. Түсінікті болу үшін ынтымақ жайлы қисса да айтып бердіңіз деп кешегі айтқандарының бәрін есіне түсіріп отыр. Бәрекелді, міне қызық дедім ішімнен. Сонымен бұл қыз қалатын болды. Қызықтың көкесі енді басталды. Курс біткенше бесік жырынан бастап сұрақ-жауапқа дейін берілген барлық тақпақты жаттап алды. Ең көп қиссаны осы қыз айтып отырды. Сары кітаптың бірінші, екінші томдарын дерлік толық оқып шықты. Интернетте отырам деп көтеріп алып келген ноутбугын маған беріп еді. Өзіне қайтарып бердім. Ерік қалауың өзіңде, қалай пайдалансаң өзің шеш. Сонымен қатар сол еркіндігіңе жауаптысың. Өзіңе жауапкершілігіңді алмасаң, бетімен кеткен еркіндік сені құзға құлатуы мүмкін дедім. Қырда сырғанау, ойнау сияқты сергіту жұмыстарына белсенді түрде араласты. Суреттерін ата-анасына WhatsApp-пен жібересіз деп әр баланы суретке түсіріп жүрді. Үй жинасты, ыдыс-аяқ жуысты, бибімнің ең жаңашыр көмекшісінің біріне айналды. Қасындағы қыздармен қатар өскен құрбылардай тез араласып кетті. Осы тұста бір жайтты ескеру керек. Осыдан кейін бала міндетті түрде бақытты өмір сүреді деу қате. Адам толық қалыптасып жасалып біткен болмыс емес. Соңғы демі үзілгенше тіршілігін түрлене береді. Неше балаңыз болса сонша экзистенциялық көресіз. Бір-біріне ұқсамайды. Біреуіне берген тәрбиені сол күйінде екіншісіне бере алмайсыз. Әр бала әр тарапта ізденеді. Кімнің қай күні қай жерге барып тоқтарын ешкім ілкіден айта алмайды. Сұрақ-жауап бөлімі. Сұрақ. Виктор Франкл бүйдеп еске алады. 9 сыныпта оқитын кезім биология пәні болып жатыр. Мұғалім барлық органикалық заттар сияқты адам да дүниеге келеді, өседі, жасайды, қартаяды, сосын өледі. Өлгесін денесі шіріп, тыңайтқышқа айналады деді. Ал мен: ағай, сонда адам өмірінің мәні не? Неліктен біз мұнда келіп кетіп жатырмыз? Мұнда бізге жүктелген қандай да бір адами міндет бар ма? Туылып өлудің хикметі не деп сұрадым.
Мұғалім: ешқандай да мәні жоқ, адамның өмірі мына жанып тұрған шам сияқты. Шамның майы таусылғанша жанады. Майы біткен соң сарғайып барып сөнеді. Шам сөнген соң жарық қайда кетті деп сұрау ақылға қона ма? Өмір де сол сияқты. Адам жоқтан келеді. Өлген соң қайтадан жоққа сіңіп қайып болады. Бары сол деп жауап берді. Бұл жауап мені қанағаттандырмады. Адамды майшаммен салыстыру қаншалықты дұрыс деп қатты толғандым. Ақыры оның айырмасын таптым. Адам болмысын майшаммен салыстыруға келмейді. Мұғалім адам мен заттың арасындағы өзгешелікті байқамай қалды. Дәл осы өзгешелікте адам өмірінің мәні жасырынып жатыр. Сұрақ мынау: Франкл нені байқап қойды? Ол не жайлы айтқысы келді? Ойды түйіндеңіз. Жауап: шам мен адам болмысын салыстыру қате. Майшам бір рет от алған соң, май біткенше еріксіз жанып тұрады. Өзіне өзі ықпал ете алмайды. Ал адамда басқаша, қаласа лапылдап, жалындап жана алады. Қаламаса өз еркін, өз қалауын қия салады. Шамда ондай ерік жоқ. Енді сұрақты басқа қырынан қоямыз. Адамға мұндай еркіндік қайдан дарған? Неліктен адамға еркіндік берілген? Тағдырын билеп төстеуге берілген бұл еркіндіктің мәні неде? Бұл дүниеде бәрі де тәртіппен жасалған. Ештеңе мақсатсыз, ретсіз, жүйесіз жүрген жоқ. Ендеше өмірдің мәні де осы сұрақтың жауабын табудан басталады. Яғни өмірдің мәні мейлінше айналаңа жарық шашып, қараңғы әлемді жарыққа толтыру. Сұрақ: шамға қарап ғибрат алдық. Онда еркіндік жоқ екен. Адамның қалау еркі бар. Өмірін кез келген тарапқа өзгерте алады. Сұрақ мынау: адам бір нәрседен құтылу үшін еркін бе, әлде бір нәрсеге жету үшін еркін бе? Жауап: адамға еркіндік бір нәрседен құтылу үшін берілмеген. Еркіндік оған бір нәрсеге жету үшін берілген. Егер адам бір нәрседен құтылу үшін еркіндік қабылдасақ, онда ойына да не келсе соны істеп кету қаупі бар. Яғни маған еркіндік берілген, не істеп не қоятынымды өзім білем, тіпті өзіме құл салуға да салмауға да өз еркімде деп шатасуы мүмкін. Ал егер адам жауапкершілік арқалап өмірден мән табу үшін еркіндікке ие болған десек, адамның болмысы ашылып, оның қаһармандық қырлары қашала түседі. Сұрақ: Виктор Франкл бүй дейді: адамның ерік жігері жайлы айтқанда желкенді кеме еске түседі. Ерік жігер кеменің капитаны сияқты. Капитан неткен мықты тұлға десеңші. Ол қарсы тараптан қатты жел соқса да асып саспайды. Шұбатылған арқанның бәрін ыңғайына қарай тез-тез тартып, желкендерді дереу жөнге келтіреді. Тұмсықтан соққан дауылдың өзі енді кемені артқа қарай емес, керісінше алға қарай лақтырады. Яғни капитаны бар кеме желдің ығында кетпейді. Ол қалаған тарапына қарай өршелене жүзеді. Психоаналитиктермен тірескен сайын осы мысалды жиі айтамын. Құрметті оқырман, әңгіме не жайында болып жатыр? Франкл осы мысал арқылы нені айтқысы келді? Капитан кім, желкен не? Қарсыдан соққан дауыл несі? Желкендер неліктен өзгеріп жатыр? Осыны өз өміріңізбен түсіндіріңіз. Жауап: кеме капитаны адамның қалау еркі немесе ерік жігері. Бұл адамда ғана бар ұлы қасиет. Адам болмысы түп негізде өнегелі өмірге талпынады. Осы мұратына жету үшін ерік қалауы мен ерік жігерін жани түседі. Желкендер адамның психологиялық һәм физиологиялық ерекшеліктері. Қарсыдан соққан дауыл бізді сырттан ұрғылаушы тағдырдың сансыз сынақтары. Олар ауру, қаржылай тапшылық, түрлі саяси қысым, әлеуметтік қиындықтар, отбасындағы проблемалар. Франкл неліктен желкенді кемені мысалға алған? Себебі ескіден кемелер жалпақ, жалғыз желкен тартып, желдің бағытымен ғана жүзген. Кейін Колумбтар заманында капитандар кемені дамытып, көп желкенді кемелермен мұхитқа түсті. Нағыз капитандар қарсыласқан соққан дауылдан да неше түрлі әдіспен тиімді пайдаланып, желге қарсы жүзуді меңгеріп алды. Кеменің желкендерін асқан шеберлікпен ауыстырып, бұрап, жинап, жазып, керіп, дүлей желдің өзін ырқына бағындырды. Яғни қатты дауыл желкендердің арасында тұтылып, кішігірім құйын туғызады. Сосын кемені артқа қарай емес, алға қарай итереді. Адамның ерік жігері де солай.
тыстан соққан тағдырдың кез келген кедергісін өз мүддесіне тиімді пайдаланады. Өмірдің әр түрлі жағымсыз оқиғасын хикмет табу жолында позитивті қолдана алады. Яғни қайғыдан да мән табу арқылы тағдырды өз ырқына көндіреді. Франкл мұны фрейдшілермен тірескенде айтып отыр. Олар адамның қалау еркі жоқ, адамды сыртқы факторлар қалыптастырады, тұқым қуалайтын аурулар, кедейшілік, өскен ортасы, тәрбиесі, саяси ахуал тағысын тағы деп дәлелдеуге тырысқан. Мұндай анықтаманы жан-жануарларға қолдануға болады. Себебі жан-жануарлар сыртқы факторларға ерік-жігерін қарсы қоя алмайды. Оны өзгерту үшін күреспейді. Қоршаған ортаның талабымен ығып кете береді. Мысалға, күн суығанда жылы жаққа ауып кететін құстар сияқты. Ал адамдар қыс түскенде үдере көшпейді. Отын жинап, от жағады, бөлмелерін жылытып, жайлы мекенде қыстап шыға алады. Қорыта айтқанда, өмірден хикмет іздеген адам сыртқы факторларды кеменің желкендерінен өз пайдасына шешкен капитан сияқты ерік жігерін шыңдай бергені жөн. Сұрақ: Қазақта тана көзін сүзбесе, бұға жібін үзбейді деген мақал бар. Әдетте мұны жігіт пен қыздың некесіз қосылып қалғанда немесе зорлық фактісі тіркелгенде жиі қолданады. Құрметті оқырман, осы мақалды ақылға салып, логотерапия қағидасымен талдап көріңіз. Жауап: бұл мақалда тана қыз, бұқа жігіт болып тұр. Ол түсінікті. Бұл сөзді көбіне зорлау немесе ұятай оқиғасында қызға қарата айтылады. Жалпы бұл мақалды жан-жануарға қолдана алмайсыз. Себебі мақлұқта ерік жоқ. Жан-жануар қалаған сәтінде құмарлыққа кете алмайды. Биологиялық жаратылысы солай. Ұрғашы мал тұқым шашу инстинктісін автоматты түрде қосылғанда ғана күйлеп бастайды. Бұға да сол кезде еріксіз құтырады. Яғни жыл 12 ай жіпті үзбейді. Санаулы күндерде ғана жіп үзгіш халіне енеді. Ендеше мақал 100% адамға қатысты айтылған. Енді адамға келейік. Көзді сүзу де, жіпті үзу де инстинкттен шығады. Яғни әйел де еркек те құмарлық қысымына ұшырайды. Бұл мақал жігітте кінә жоқ, бар кінә қыздың өзінде дегенге саяды. Егер кінәні әйелге аударсақ, ер азамат қалау еркі, ерік жігері жоқ хайуанға ұқсап қалады. Яғни тана көзін сүзсе болды, дүлей бір сыртқы күштің ықпалымен еріксіз жіпті үзе жөнеледі. Бұл саналы адамның жаратылысына нұқсан келеді. Яғни еркіндік феноменіне қайшы дүние. Себебі бұл мақал адамды жануар деңгейіне дейін түсірген, адамның рухани тарапын жоққа шығаратын редукционистік идеяны арқалап тұр. Қорыта айтқанда бүкіл жауапкершілік ер азаматқа тартылады. Тана миллион жерден көзін сүзсе де, жігіттің тырп етпей тұрып қалатын бойында қайраты бар. Бір болмыстың ішінде құмарлық пен ерік жігер ұстаса кетеді. Құмарлыққа берілуді немесе оны жаншып тастауды адам саналы түрде өзі шешеді. Осы ойдың мысалын Жүсіп Злиха қиссасынан көруге болады. Қисса желісінде былай баяндалады: әлемде Жүсіп пайғамбардан асқан сұлу жан болмапты. Мысыр патшасының гареміндегі бүкіл әйел оған ғашық болатын. Тіпті Фирғауынның әйелі де құмартып оған есі кетеді. Злиха оған көзін сүзбек, былай тұрсын тура мағынасында жабысып, Жүсіпті бөлмесіне алдап-сулап кіргізіп алады. Жүсіп содан қашамын дегенде әйел ту сыртынан тартып қалып көйлегінің арқасынан жыртады. Кейін ол Жүсіп мені зорламақ болды деп жала жабады. Жүсіптің көйлегі алдынан емес артынан жыртылғандықтан қазылар бір ауыздан Жүсіптің кінәсі жоқ, ол бұл істе ақ деп үкім шығарады. Яғни еркектің бойында мұндай ситуациядан саналы түрде қашып құтыла алатын рухани қуат бар деген сөз. Сұрақ: экзистенциализмде азаттық деген феномен бар. Адам азат болмыс, ерік қалауы өзінде. Өмірді қандай форматта сүрсе де өзі біледі. Бұдан бөлек адамда алаң деген мәселе тағы бар. Адамға сырттан төнген қауіп жоқ, бір қарағанда өмірі жайнап тұр, тұрмысы жақсы, айналасы мықты, бірақ адамның көңілін алаң басып, түсініксіз бір хал адамды іштен үнемі мазалап тұрады. Киркегорд осыған қарап, алаң азаттықтың бас айналдыруы депті. Көңілде алаң тудырып, кісінің мазасын алып тұрған нәрсе азаттық феномені. Сұрақ мынау: не үшін азаттық көңілде алаң туғызып тұр? Ол бізге шаттық сыйлаудың орнына неліктен проблемаға айналып жатыр? Осыны ақылмен ойлап табыңыз. Жауап: көңілден кетпейтін алаң неден басталды? Оны туғызған азаттық феномені.
Адам болмысында сарқылмас потенциал бар. Оны ғалымдар еменнің жаңғағымен салыстырады. Жаңғақтың ішінде, яғни кез келген ағаштың, теректің, талдың, жемісінің қақ ортасында дәні, яғни ядросы бар. Ядрода потенциал жатыр. Тарыдай дәннің ішінде алып бәйтеректің программасы сақталып тұр. Құнарлы топыраққа түсіп, су мен жарыққа қарық болған ағаш дәні потенциалын ашып, жемісін шаша бастайды. 10 жылда түйірдей дәнектен төбесіне қарасаң тақияң түсетін алып бәйтерек өсіп шығады. Адами болмыста солай. Күйбең тіршілікте жолы болып, тұрмысын түзеп, әйел бала-шағасын асырап жүре береді. Бірақ болмыстың ішінде тәңірлік әлемнен берілген илахи потенциалы мүлгіп жатыр. Рухани потенциал оянатын болса, пенде Әзірет Сұлтан, Абай, Шәкәрім сияқты алып тұлғаға айналады. Енді мына қызыққа қараңыз. Ағаштың дәнінде азаттық жоқ. Оның күтімі адамға, бағбанға, диханға тәуелді. Адам оны келістіріп баптаса ғана биік бәйтерекке айналады. Ал адамда басқаша. Адам потенциалын аша ма, әлде қолданбастан құр қыла ма, оны өзі шешеді. Болмыстың түпкі қабатында жатқан рухани дүр гауһарлардың қоғамның игілігіне жұмсамаудың да өзі шешеді. Яғни, ерік қалау өзінде. Еркіндік адамға нәсіп болған зор нығмет, бірақ нығметтің құдіреттілігі сонша, оған ие болып жүрген пенде бақыттан бас айналады. Мұншама еркіндікті қолдана алмай теңселіп кетеді. Оның мәні мен мұратын іске асыру мойны жар бермейді. Сосын еркіндік нығметін толмасқа жұмсап қорғылады. Азаттығын баянсыз тіршілікке жұмсап, тағдырдан жеңіледі. Уақыт өте келе бойындағы еркіндігі көңілде алаң туғыза бастайды. Ол болмыстың ішіндегі алапат потенциалды тысқа шығара алмағанына қайғырады. Іштен түртеді. Әй, пенде, болмысыңда түбі жоқ, шексіз потенциал жатыр. Іште жатып қор болды ғой. Ертең сұрауы бар ғой мына құдіреттің. Баянсыз затқа құрта бермей мына потенциалды игерейік деп болмысты мазалайды. Сол кезде пенденің көңілі май ішкендей бола қалады. Мұның бәрі бейсаналы түрде жүріп жатады. Яғни айқын санамен оны бірден біле алмаймыз. Тыстан қараған адамға оның өмірі керемет, бірақ оның көңілі құлазып, алатайдай бөлініп жатыр. Бұл ойды әрмен қарай неміс ғалымы Голдштейн былай тарқатады. Алаңның іштен бұраған жағымсыз сезімі барған сайын үдеп, жанға батқан сайын таяз пенде азаттығынан құтылуға асығады. Олар еркіндігін қайта апарып, құртарын білмей дал болады. Олар көбіне шіркеудің өліп қалған жансыз догмаларына көзсіз бас ұрады. Кейі авторитарлық жүйеге қарсы шығудың орнына керісінше оған жабысып алады. Мысалы, өткен ғасырда Еуропа жұртшылығының фашизм идеясына құлай кеткені секілді. Сол кезде оған не істеп, не қою керектігін оған басқалар айта бастайды. Біреудің нұсқауымен жүретін деліқұлына алаң мазаламайды. Түбіне үңілсеңіз, алаң адам үшін пайдалы сезім. Ол болмыстың жоқтыққа сіңіп, құрып кетуіне жол бергісі келмей күресіп жатыр. Сондықтан көңілді алаң басқанда назарды тысқа емес, болмыстың ішкі ядросына бағыттаған абзал. Мұны Шәкәрім Қажы жақсы түсіндіреді. Анық байлық жүрекке біткен өнер, білім дінің бәрі де соған төнер. Арам жиып мақтанған өнер емес, алдымызда бір күн бар есеп берер. Потенциалын дұрыс игере алмаған пенделер қартайғанда өзін кінәлап бастайды. Ішінде жатып өліп кеткен құдіретті күшке іші ашиды. Оны ғылымда онтологиялық кінә деп атайды. Сұрақ. Экзистенциалистер мынадай тамаша құбылысты талдаған. Мұндай оқиға өмірде жиі кездеседі. Әдетте жақсы танысың, яки талай рет жақсылығы өткен бір туысың көшеде кездесіп қалды. Ол сені тани тұра амандаспай өте шығады. Сол кезде жүрегің солқ ете қалады, көңіл күйің нілдей бұзылады. Үйге келген соң тамағыңнан ас су өтпейді, дөңбекшіп ұйықтай алмайсың. Ғалымдар мынадай сұрақты ортаға салады. Өмірде басқа да қорқынышты оқиғалар кездеседі. Оларды тез ұмытамыз, жанға жара салмайды. Бірақ неге сәлем бермей өте шығудың азабы ауыр? Неліктен оның кесірі жүректің ішіне терең кіріп кетеді? Бұлай қарағанда оның сәлем бергені, яғни сәлем бермегені елеусіз оқиға емес пе? Сөйте тұра көңілге өлгенше өшпестей дақ қалдырады. Оның себебі неде? Құрметті оқырман, себебін енді сіз тарқатыңыз. Неге амандаспай өте шығудың азабы ауыр болады? Жауап. Әдетте тіс дәрігеріне барғанда бойда еріксіз қорқыныш билейді. Бор машинасымен тісіңді солқылдатып тазалағанда немесе тісіңді жұлғанда
жағың қоса сынып кете жаздағандай жаның қалмай тұрады. Бірақ емдеу ісі біткен соң қорқыныш демде жоқ болады. Көңілің тыныш, ұйқың тәтті боп шыға келеді. Ал танысың қасақана амандаспай өте шыққанда бітім болмысың қобалжып, көңіл күйің жермен жексен боп кете барады. Себебі сәлем бермеу көңілде алаң деген нәрсені туғызады. Адамның өзін құрметтейтін, өзін биік жаратылыс санайтын тәңірлік абыройына қанжар қадалғанда алаң ортаға атып шығады. Себебі кісі баласы бейсаналы түрде өзінің ең ұлық жаратылыс иесі екенін және мәңгілік барлық екенін сезеді. Мұндай ұлық жаратылысты екінші бір пенде қасақана көзге ілмей өте шыққанда жүрек қобалжып қоя береді. Алаңды қорқынышпен салыстыруға әсте болмайды. Қорқыныш объективті болады, ол адамға тыстан төнеді. Біз қорқынышқа тыстан қарап анализ жасай аламыз. Өзіңді дайындап, дәрігердің алдында қорықпай да тұруға болады. Ал көңілді алаң басқанда олай емес. Алаң керісінше іштен тысқа ұрады, яғни уайымдап тұрған болмыстың өзі. Танысың сәлем бермей өте шыққан сәтте алаң адамның бар болу сезімін жаншып өтеді. Қала берді уақыт факторын жойып, естелікті езіп, келешекке қатысты түйсікті қиратады. Ол қасақана елемей өте шыққанда бейне бір бұл әлемде жоқ сияқты жағымсыз сезімге шырмаласың. Мұндай әдепсіздік кісінің адами өзегіне бірден өтіп кетеді. Сондықтан да көбіне адамдар тыстан қарағанда өте азапты көрінетін тәни жазаларды тартуға төтеп береді. Бірақ болмысқа жоқтық сезімін тудыратын оқиғалар төтеп бере алмайды. Алаңның табиғаты онтологиялық болады, яғни болмыстың бойында жоқ болудан қорқатын сезім әуелде бар. Ал қорқыныштың табиғаты келе-келе қалыптасқан табиғи сипатта болады. Қорқынышты реакция ретінде зерттеуге болады, ал алаңды болмысқа төнген қатер түрінде ғана қарастыра аласыз. Бұдан шығатын қорытынды мынау: біз біреумен амандаспай өте шыққанда оның жүрегіне өшпес жара саламыз, оны жоққа санаймыз. Ал ол мәңгілік бар болмыс ретінде мұны өте ауыр қабылдайды. Сәлем түзелмей, әлем түзелмейді деген тәмсіл осыдан шыққан. Той жиында сөзге бола ұрыс шығаратын содан. Тойда біреуді елемеу, менсінбеу, соңынан сөз беруді аяғы кәдімгідей ұрысқа ұласып жатады. Кеудесін алаң басқанда кез келген адам аянып қалмайды. Бет көрсетпей кетуге дайын барады. Мұның қарапайым тұрмыстағы жиі көрінуі мынау: мен не сонда қаңғып жүрген біреумін ба деп безілдеп жатады. Пенде шіркін кез келген мазағыңа төзуі мүмкін, бірақ оны жоққа санайтын азабыңа төзе алмайды, дейді ғалымдар. Сұрақ: халық арасында мынандай мораль бар: ауырып жатқан адамның көңілін сұра, сауабы мол, қайырлы іс, кесел кісі тез жазылады, көңіл сұраушы адамға да Тәңірім разы болады. Құрметті оқырман, осы моральдық ережені салт дәстүр тұрғысынан емес, философия әдісімен талдап көріңіз. Неліктен мұндай амалға салт дәстүр ерекше көңіл бөледі? Оның онтологиялық себебі бар ма? Көңіл сұрау этикасын философиялық жолмен сараптап беріңіз. Жауап: философия адамды болмыс деп атайды. Адам болмысы бұл дүниеде бір нәрседен қатты қорқады, ол жоқтық сезімі. Адам жоқтыққа жұтыла бастаса үрей ұшады. Ол үрейді болмыс бұл дүниеде бар болып тұру үшін немесе бар екенін анық сезіп тұру үшін қоршаған орта мен адамдар тобына мұқтаж. Яғни адам қоғамдық жаратылыс. Әлеуметтің ішінде жүрсе, өзін бар ретінде сезіне бастайды. Қалайша? Ол бұлай: субъект, яғни адам өзі сияқты екінші бір адамға қараған кезде айнаға қараған сияқты болады. Қарсы алдында тұрған адамға қарап өзін көреді. Адам адамды көріп қабылдаған сәтте мен атты болмыс, иә, мен өзім сияқты адамды көріп тұрмын деп хабарлайды. Сол кезде сана, мен бармын деген сигналды қабылдап алады. Адамдар ортақ іске жұмылып, ортақ идеяға ұйып, рухани жағынан бір-біріне тартылған сайын барлық сезімі күшейе түседі. Барлық сезімі күшейген сайын пенде өмір сүруден шабыт алады. Енді керісінше де бола береді. Елмен мағыналы байланыс орнатпаған адам кері ығысады. Объективті мәнге талпынбаған адам автоматты түрде жалғыздыққа қамалады. Іздеушісі азайған сайын өзін бар ретінде сезіне алмай қиналады.
жоқтыққа жұтылып бара жатқанын жанына қатты батады. Ауруханаға түскен жанның көңіліне мұқтаж болып қалғаны да содан. Палатада бір өзі жатып қалғанда бар екенін толыққанды сезіне алмай қиналып кетеді. Осындай кезде бір танысы, яғни туысы көңіл сұрап палатаға кірсе, рухы жарқ ете қалады. Ойпырмай, мені де іздеп келіп тұр, маған кеп тұр ғой, сонда мен әлі де бар екенмін ғой деп болмыс шаттыққа бөленеді. Осыған орай ғалымдар түрлі тәжірибе жасаған. Пациенттерді екіге бөледі. Ем-дом екі топқа бірдей жүргізеді. Бір жағына тамыр туыстың көңіл сұрап келуіне рұқсат етілген, екінші топқа тек дәрігер ғана кіреді. Бір айдан соң емнің сараптамасы шығады. Туыстарымен, таныстарымен көрісіп тұрғандар тез арада құлантаза айығып шығады, себебі оларға барлық сезімі шаттық гормонын тоқтаусыз туғызып тұрды. Ал үй іші бала-шағасымен көрісе алмаған науқастардың ем-домы ұзаққа созылды. Сондықтан кісі тез жазылсын десеңіз, міндетті түрде оның көңілін сұрап, үйіне не ауруханаға кіріп шығыңыз. Сұрақ. Мынадай тенденция бар. Елдің дені баланың тілі шығып, балабақшаға барғаннан бастап оған репетитор жалдайды. Түрлі интеллектуалдық курстарға береді. Алыс-жақын үйірмелерден қалдырмауға тырысады. Жаз демей, қыс демей оқытады. Осылайша баласының талантын ұштап, дарынды болуына жағдай жасайды. Талантты оқушылар мектепке көзге түседі. Талантын паш етіп, елді табындырады. Қалалық, республикалық олимпиадаларда жеңіп, түрлі жарыстарда марапат пен медальдарды үйіп тастайды. Логотерапия мұндай адамдарды потенциалист дейді. Виктор Франкл потенциалистерді қатты сынаған. Сұрақ мынау: неге Франкл потенциализмді сынап жатыр? Шексіз талант иесі, дарынды баланың қоғамға несі зиян? Баланың бойында жасырулы жатқан мол потенциалдың жарыққа шығуы қоғамға пайдалы емес пе? Оның үстіне модерн мотиваторлар талант барлық мүмкіндікті жүзеге асыруы тиіс демей ме? Сіз не дейсіз? Жауап. Потенциализм дегеніміз не? Алдымен осы сұраққа жауап берейік. Потенциализм күш, қуат, энергияны тасыту деген сөз. Бұл энергия қайдан шықты? Ол рухани болмыстан шықты. Болмыстың энергиясы өте көп, тауысу мүмкін емес. Логотерапия сұрақты былай қояды. Сонда бұл қауіпсіз, түпсіз, шексіз энергия адамға не үшін дарды? Адамдық борышын өтеу үшін дарды. Яғни соңғы демі үзілгенше кейінгі ұрпаққа өнеге болар ғибратты із қалдыру үшін адамға энергия берілген. Бірақ потенциалист мұны ескермейді. Игілікті істі кие тұтып, төбесіне тұтпайды. Шексіз таланттың иесі бола тұра адамдық борышын арқалауға асықпайды. Адам алдында, қоғам алдында қандай міндетін бар деп толғанбайды. Әділдік, теңдік сияқты әлеуметтік мәселелер көтергенде жұмған аузын ашпайды. Яғни олармен барлық тақырыпта әңгіме қылып, тізе қосуға болады, бірақ ең маңызды дүние адамдық борыш шет қалады. Басты адами міндетін арқаламағанда пенде шіркін бойындағы энергиясын түкке тұрмайтын нәрсеге шашады. Сол сәтте елді ақ дегізіп аузына қаратқанымен арада уақыт өте келе жұрттың жадынан өшіп кетеді. Потенциализмнің екінші зияны мынада: адамның шешім қабылдайтын міндетін жойып жібереді. Мысалы, талантты оқушылар мектепте көзге түсуді армандайды. Талантын паш етіп елді табындырады, бірақ соңғы нәтижесі сиыр құйымшақтанып кетеді. Олар мектепте үш алудан өлердей қорқады. Мектеп қабырғасында атақ абыройға бөленген сайын адами міндеті жақсы атқарып жатқан сияқты алданып қалады. Бірақ ондай типтер өсе келе жоқтыққа сіңіп жоғалады. Мысалы, бір заманда аты шығып, келе-келе ізім қайып жоғалған вундеркиндтер сияқты. Енді өмірден мысал келтірейік. Бір таныс ағамыздың үлкен қызы өте талантты болды. Шешесі оның дарынын ерте байқап оған қатты көңіл бөлді. Үйірмелерден қалдырмай өз апарып жүрді. Анасының еңбегі еш кеткен жоқ, жемісін берді. Қызы мектепті үздік оқушы атанды. Қазақ тілі, әдебиет, математика, физика, химия тағы бірнеше пәндерден жүйрік болып, олимпиадалардан бірінші орын алып жүрді. Назарбаев зияткерлік мектебіне түсті. Әке-шешесі ғана емес, туған туыс пен тамыр таныстары да қыздың жетістіктеріне сүйсініп, қуанып жатты. Құдай берген қуатымен жолындағын жапырып келе жатқан әлгі қыз кенет күрт тоқтады. Жасы 14-тен асқан соң ештеңеге қызықпайтын күйге ауысты. Шешесі қызына не болғанын түсінбей басы қатты. Есейген қызды күштеп оқыта алмады.
Сонымен қателік қайдан кетті? Кінәрат неден туды? Негізінде бұл проблема мынадан шықты. Шешесі қызының Құдай берген таланты мен дарынын келсін келмесін жұмсап сарып қылды. Қайсы істі қолға алсақ маңызды, неге басымдық берсек қоғамға пайдалы деген сұрақтар ата-ана мен баланың арасында бір реттеп болсын талқыланбаған. Соның кесірінен қыздың дұрыс таңдау жасадым ба, талантымды дұрыс нәрсеге бұрдым ба деген адамға тән алабұртқан сезімі жоғалған. Бұл сезім өшкенде адам жоқтыққа сіңеді. Қазір көп ата-ана баласын потенциализмге өздері байлап береді. Мән таппасаң таппа, бірақ мал тап деп оқытып жатыр. Сөздің түйіні мынау: психикалық ауытқуы жоқ, жүйкесі сап-сау, жаны таза адамда адамдық борышымды дұрыс өтеп жүрмін бе деген сұрақ үнемі мазалауы тиіс. Адамдық борышын арқалаған ата-анасына да, үш жұртына да, еліне де, жалпы адамзатқа пайдалы тұлғаға айналады. Сұрақ: ел ішінде жүрсеңіз, адамның болашағын болжағыштар көп. Тегіне, тәрбиесіне, өскен ортасына қарап болашақта қандай адам боларын айта бастайды. Бала әкесіз өссе бұлай болады, шешесіз өссе бұлай болады. Жас кезінде алған тәрбиесімен өскен ортасы мұндай болса, есейгенде андай адамға айналады. Адам тағдырын ілкіден осылай анықтап үкім бере сөйлеуді ғылымда детерминизм дейді. Сұрақ мынау: расымен адам алдын ала анықталып тұра ма? Сізде детерминистік көзқарас бар ма? Жауап: детерминизм тура мағынасында алдын ала анықталып тұру дегенді білдіреді. Психологияда адамның келешекте не істеп, не қоярын болжау, ол үшін адамды түрлі шартқа матайды. Тегі, тәрбиесі, діні, сенімі, мәдениеті, қоршаған ортасы, саяси режим, идеология, оқыған кітабы, көрген киносына қарап, адамның болашағын болжау. Егер адам ең биік мұратқа ұмтыла алатын трансцендентті қасиетін қолға алып шыңдалмаса, онда шынымен осы шарттарға мықтап маталады. Ол кезде психоаналитиканың болжамы расқа айналады. Детерминизмге екінің бірі ұрынады. Сәтсіз шешімінен шыққан проблеманы өзінен өлсе де көрмейді. Проблеманы міндетті түрде өткен шақтағы бір жайсыз оқиғадан тарқатады. Әй арсыз, мұның не десең, мен емес кінәлі, баяғыда пәленше маған қастық қылған, мен содан бері осындаймын, соның инерциясы ғой еріксіз әкетіп бара жатқан, маған не дейсің деді де батқан балсығынан шықпай жатып алады. Немесе бүкіл бейшаралығын нашар тәрбиеге жабады да арсыздықпен жүре береді. Логотерапия бұған түбегейлі қарсы. Логотерапия бойынша адамның бойында ерік жігер бар. Кез келген сәтте тағдырын тізгіндеп, өзін тәртіпке шақыра алады. Ақыл мен қайратын қоса отырып, кез келген жағымсыз оқиғаны қалаған тұсынан қиып тастауға қабілетті. Детерминистік көзқарас қате болғандықтан да өш алма, кек қайтарма деп айтады. Яғни өткен шақтағы дау шарды кек қуамын деп бүгінге әкелме деген сөз. Дінде де солай. Кімнің кеудесінде кек болса, соның жүрегінде діннің нұры тарымайды дейді. Сондықтан бірде-бір невротик күнәсі мен қылмысын детерминистік теориямен ақтап ала алмайды. Өтетін болса, бірде-бір қылмыскерді соттай алмайсың. Мұның өмірдегі ең қарапайым мысалы бала-шағаның үйдегі өмірі, бітпейтін төбелесі. Ініңді неге ұрдың деген сұраққа бұзық бала өзі ғой бірінші бастаған деп жауап береді. Есейген соң ақылды бала олай кек қайтармайды. Кешірім феномені кез келген даудың толқынын тоқтатып тастайды. Сұрақ: редукционализм деген не? Редукционист деген кім? Редукционализмді айналаңыздан қалай байқадыңыз? Бұның ескіше танымдағы атауы не? Қазағы мысалмен түсіндіріп беріңіз. Жауап: адам рухани тіршілік иесі, алайда 20 ғасырдың басында бұл түсінік күл талқан болды. Адамға жыныстық импульс пен инстинкттің жетегінде жүріп тұратын хайуан деп қарау белең алды. Жүні жоқ тықыр маймыл деп жаңаша ат қойды. Орталық жүйке жүйесіне қарап программамен жұмыс жасайтын компьютердің бір түрі деп бағалады. Қысқасы, адам болмысы осылай құнсызданды. Мына дүние күштінің әлсізге, зордың бейшараға үстемдік етуінен тұрады, һәм қайнаған тіршілік осындай жүйеден құралған деп ұқтырды. Адамды осылай бағалау редукционализм деп аталады. Бұл термин латынның сөзінен шыққан. Қазақша кеміту, азайту, етектен тарту деген сөз. Редукционализмге салсақ, трансцендентті ұғымның бәрі импотентті құбылыс болып шығады. Яғни киелі, қастерлі ұғым жоқ.
Оның бәрі ойдан шығарылған қарабайыр түсінік. Одан да оңтайланып айтсақ, былай болады. Рухани болмысты көрмейтін, көріп тұрса да мойындамайтын адамды редукционист дейміз. Виктор Франкл адамға зат сияқты қарайтын редукционизмге қарсы логотерапияны жасап шықты. Осылайша адам болмысын ұлықтайтын академиялық бір ілім түрі қалыптасты. Редукционизмді әлсіреткен елдер өркениетті елге айналды. Бірақ Қазақстанда экзистенция философиясы оқытылмайды. Оны білім беру жүйесі енгізбеген. Соның кесірінен жастайынан адамның рухани болмысын танып өспеген ұрпақ өсе келе редукционизмге тез ұрынады. Ауруханаға түссеңіз, немесе полицияға барсаңыз да сізге рухани тіршілік иесі деп емес, ақша өндіретін қайнақ деп қарайды. Туған күн мен тойларда айналайын больница мен милицияға күніңді қаратпасын деп ащы әзілдерді айтатын деңгейге жеттік. Франкл өзі нейрохирург, әріптестеріне үнемі пациентке адам сияқты қараңдар, олар ем-домнан бұрын көңіл дәметеді. Егер пациентке адам сияқты қарай алмасаңдар, ветеринария саласына ауысып кетіңдер деп айтып отырған екен. Мұндай қарым-қатынасты полиция мен ауруханада ғана емес, қоғамның барлық саласынан көруге болады. Мысалы, ұжымда іші тар әріптестерді дарынды, талантты әріптестерін талайды. Оның ақыл парасатын көре тұра қасақана мойындамайды. Әріптесінің интеллектісі мен парасаты, әділдігі мен мейірімі бойынша емес, тапқан табысы бойынша бағалап дәріптейді. Керек болса әріптесін көре алмай, аяқтан шалып тірсегін қиюға тырысады. Соның кесірінен редукционистік көзқарас толық орныққан ұжымда әріптестер өзінің рухани жаратылысынан ешқандай игілік көрмейді. Ондай ортада адамды барынша пайдалан деген стереотип бәрін күйретіп тынады. Отбасындағы редукционизм. Бұны былай түсінеміз. Адамды рухани болмыс иесі. Ол болмыс үнемі мәдени тұрғыдан өсіп, дамып, жетіліп отыру керек. Яғни ерде, әйелде өлгенше кеудесін хикметке толтырып, ашылған үстіне ашыла түсуі тиіс. Егер ерлі-зайыптылар осы міндеттеріне салғырт қараса, отбасын демде редукционистік атмосфера жайлайды. Көңілі соқыр әйелдер күйеуін тек малтабар машина деп қарай бастайды. Тіпті ақшаға құмартқаны сонша күйеуінің жеңіл жүрісіне де көз жұма салады. Ал көзін шел басқан күйеуі әйелін үйді тазалап, тамақ дайындап, кір киімдерін жуып қоятын қызметші күң сияқты көреді. Әйелді сабау деген дерт те осыдан шығады. Осындай редукционистік қарым-қатынас келе-келе ата-анадан балаға жұғады. Кей ата-ана ұлағатты ұрпақ емес, мол ақша табатын машина дайындайды. Сабақты дұрыстап оқы, қартайғанда бізді бағасын деген ниетпен ғана баласын білімге баулайды. Адамдық борыш деген ұлы жауапкершілікті баласына біле тұра арқалатпайды. Білімі шарықтап, материалдық жағдайы жоғары болса болды деп ойлайды. Бірақ түбі осы редукционистік көзқарас адамды орға жығады. Себебі адамның ғайыптық арман мұраты тапталғанда тіршілік қызықсыз сұп-сұр түске енеді. Тапқан табыс пен ішім-жемнің айналасындағы құнарсыз әңгіме есті адамды өмірден тез жалықтырады. Бірінің малтабар, бірінің кір жуғыш машинаға айналғанын түсінгенде, ерлі-зайыптылар рухани тірі өлікке айналады. Жағдай мүлде ушыққанда отбасы тіршілігі тоқтайды. Адамның рухани болмысын көрмеудің түп төркінін қайдан тарқатуға болады? Мұндай кезде діни танымға сүйенген пайдалы. Діни мәтіндерде бұл құбылыстарды мынадай қиссамен баяндаған. Тәңір тағала өзіне орынбасар етіп адам атаны жаратады. Бүкіл періште ілім сайысында адам атадан жеңіліп оған тағзым етіп сәжде жасайды. Бірақ Әзәзіл осы борсыған балшықтан мен алаулаған оттан жаралдым, мен одан артықпын деп қасарысып тұрып алады. Яғни адамның рухани болмысын көрмейді, көрген түр танытпайды. Осылайша Іблис ең алғашқы редукционист болады. Рухтың кереметін қасақана көрмеу, оны мойындамау, оны надандықпен тұншықтыру Іблиске тән қасиет деген әңгіме осыдан қалған. Сұрақ. Адамды айуаннан ажыратып тұрған адами қасиеттің бірі юмор. Жан-жануар әзілдесіп, қалжыңдасып күле алмайды. Адамдар анекдот айтып күлкіге қарық болады. Сұрақ мынау, юмордың хикметі не? Адамға юмор не үшін берілген? Адамның күлу қасиеті қандай миссия арқалап жүр? Жауап. Юмордың хикметі өз кемдігіңе өзің күлу. Ситуация мен адамның арасында қашықтық дарытады.
Әдемі әзіл өзіңді алыстан бақылауға мүмкіндік береді. Адам өзінің кем-кетігін юмордың арқасында тез байқап, одан оңай құтыла алады. Бірақ юморды теріс мақсатта қолдануға әсте болмайды. Теріс мақсатта қолданса, оның киесі кетіп, тоқырауға ұшырайды. Яғни біреуді мазақтау, қорлау белең алады. Юморды қолданып, басқа адамды мазақтап, қорлауға болмайды. Ел ішіне кең тараған Қожа Насырдың хикаясы осы негізде құралған. Қожекең өзін күлкіге қалдыру арқылы өзін де өзгені де тәрбиелеп отырған. Сұрақ. Көп жұрт мен өзім біреуге тиіспеймін, бірақ тиіссе аямаймын, жанын шығарамын деп мақтанғанды ұнатады. Сұрақ мынау. Адамда агрессия бар ма? Агрессия көрсету шынымен де мақтанып айтатын қасиет пе? Аң мен адамдағы ашу, ыза, кек бірдей ме? Қандай мысал айта аласыз? Жауап. Агрессия айуанға тән, адамға жек көру тән. Жек көру үшін негіз керек. Негіз деген адамның өзі емес, амал әрекеті. Біреудің амал әрекетін жек көруге болады, рухани болмысын жек көруге болмайды. Бір мысал, орманда аңшы досын ертіп, бірге жүр делік. Олардың алдынан жолбарыс шыға келді. Бұрын аңшы әлгі жолбарысты бір атып тигізе алмаған. Жараланған жыртқыш қашып құтылған. Жолбарыс агрессиясымен бас салғанда аңшының талап досын жібере салмайды. Екеуін де жарып тастайды. Енді екінші ситуацияны көрейік. Аңшы мен досының алдында қарулы дұшпаны шыға келсін. Аңшы онымен де атысып жауын жаралаған делік. Енді қапыда бас салған дұшпаны аңшыдан кек алмақшы. Кек алуға негіз бар. Ұрыс содан шыққалы тұр. Ал жазықсыз досын сені танымаймын деп босатып жіберуі мүмкін. Тіпті кек алмай аңшыны да кешіріп босатып жіберуі мүмкін. Неге? Себебі логика деңгейінде адамдар агрессияда кекте жоқ болып кетеді. Адамдар объективті мәні бар ортақ идеяға ұйығанда агрессия ғайып болады. Керісінше субъективті мүдде алдаға шыққанда агрессияда атып шығады. Жастар бір-бірімен араласып, достасып ойнасын деп ауданаралық спорт жарыстарын ұйымдастырып жатады. Кейде ол жарыстың соңы міндетті түрде төбелеспен аяқталады. Аудан арасы былай тұрсын, кейде халықаралық жарыстарда да хоккейшілер мен футболшылар екіге жарылып қырғын болады. Яғни ашу, ыза, кек сияқты айуани сипаттар экзистенция вакуумінде қамыс сияқты қаулап кетеді. Сондықтан тиіскен жанды аямайтын батыр адамға қарап, оның көкірегінде қара құрдым бар екенін оп-оңай біле аламыз. Кеудесі хикметке толған адам агрессияға ырық бермейді. Рухани болмысты баптаған сайын адам жаны агрессиядан аулақ тұрады. Сұрақ. Франкл бүй дейді. 21 ғасыр адам экзистенциялық вакуумнан азап шегеді. Оны қазақша қуыс кеуде дедік. Мұндай рухани кеселге шалдықпас үшін көкірек рухани құндылыққа толып тұруы шарт. Құндылықтар көкірекке 3 түрлі жолмен құйылады. Сонда ғана 21 ғасыр адамы аласұрған ауруынан айығады. Бірінші жасампаз құндылық, екінші сезім құндылығы, үшінші позиция құндылығы. Сұрақ мынау, жасампаз құндылық деген не? Қалай түсінесіз? Оның көкірекке дарығанын қалай сезесіз? Неліктен жасампаздық адамды өмірге құштар қылады? Жауап. Жан жануар ештеңе жарата алмайды. Әрі кетсе ұя салады. Адамның жаратпайтыны жоқ. Рухани болмыс тәңірлік әлемнен келгендіктен барда жаратуға өте қабілетті. Ол шығармашылық ізденіске түсіп, түрлі құндылық өндіргенде өзі де шабыттанады. Кез келген әйел жаңадан салат, торт, пирог пісіріп үстелге қойғанда ерекше бір күйге бөленеді. Жасаған затына қарап ең әуелі өзі тамсанады. Ер азаматтар да солай. Қарапайым орындықпен үстел жасаса, соның өзіне шабыттанып кетеді. Осы керемет күйді сезіну үшін кей шеберлер пайда таппаса да үйірме ашып, бала оқытып, қолөнер өндіреді. Дүниеге жаңадан келген әрбір зат шеберді өмірге құштар қылады. Ақшаны молынан табуым керек деп өнерін тастап сауда-саттыққа кететін шеберлер де кездеседі. Бірақ олардың көңілінде үңірейген апан пайда болады. Көңілі үнемі жарым болып жүреді. Әйелдер бала тапса да марқайып қалады. Бірақ мұнда жасампаздық құр бала туу болып қалмайды. Баланың бойына ғаламдық маңызы бар трансцендентті тәрбие сіңірсе ғана жасампаздық құндылықтың рахатын көреді. Осыған орай Элизабет Лукас бүй дейді. Кей әйел маубас еркектен супер азамат жасап шығарады. Оны елдік іске белсенді араласуға қайрап үйретеді. Ері парасатымен танылған сайын әйелі өмірге құштар келеді.
ештеңе өндіргісі келмейтін жалқау ер де, әйел де депрессияға бейім тұрады. Сұрақ. Элизабет Лукастың клиникасына бір әйел келеді. Қасында кішкентай қызы бар. Лукас әлгі кішкентай қызға қарап, мен білсем, мына кішкентай ханшайым әлемдегі ең ақылды қыз деп еркелетеді. Бірақ ол қабағын түйіп, мен сізге бала емеспін, жасым 22-де дейді. Лукас ұялып ыңғайсызданып қалады. Сөйтсе бұл қыз ауырған екен. 10 жасынан кейін бойы өспей қалған. Кез келген адам оны алғаш көргенде 10 жасар балақай деп ойлап қалары анық. Бірақ Лукас сол жерде ақыл парасатпен жол тауып қиын ситуациядан шығып кетті. Құрметті оқырман, Лукас ханым не айтты деп ойлайсыз? Оның орнына сіз болсаңыз, мынадай ыңғайсыз жағдайда қалай шығар едіңіз? Жауап. Элизабет Лукас қыздан кешірім сұрап, бір жағдай болады. Алғаш көргенде оны ересек, үлкен кісі деп бағалайсың. Бірақ артынан бойына, ойы, жасына ақылы сай болмай шығады. Ондай адамды инфантилист дейміз. Қылығына қарның ашып, көңілің қалады. Екінші жағдай болады. Алғашқыда оған бала ғой, шала ғой деп мән бермейсің, бірақ артынан биік ақыл парасатына, терең ойына қайран қалып тәнті боласың. Көз көріп, көңіл сүйсінеді. Қалай ойлайсың, саған ерік берілсе, қай жағдайды таңдар едің? Лукас ханым әрине екіншісін деп саңқ етті. Артынша екеуді де күліп жіберді. Әлгі қыз оның несін меңзегенін түсініп, көңілі жадырап сала берді. Сұрақ. Той-думанда ең көп айтылатын тілек бақытты болыңдар, сендерге бақыт тілеймін. Бақыттың ішінде бәрі бар. Логотерапия бұл тілекті құптамайды. Себебі бақытты болуға ең басты кедергі нәрсе бақытты болсам деген арман. Сұрақ мынау, бақыт деген не? Ол өмірде расымен де бар нәрсе ме? Неліктен бақытты болуға талпыну бақытты болудың басты кедергісі саналады? Жауап. Экзистенциал философиясы бойынша бақыт ғайыптан келген хикметтің сәулесін интуициямен қағып түскен сәттегі тұла бойды билеп әкететін уақытша көңіл күй. Мағыналы бір істі сәтімен шешкен кезде ми арқылы бойға тарайтын рахат сезімі. Сондықтан бақыт жеке объект ретінде жоқ, иллюзияға алдану содан шыққан. Бақытты бір рет ұстап алып, есігінің алдына мәңгілікке байлап қоямын деген бос дәмемен көбі алданып қалады. Бақытты сезінгісі келген адам күн сайын, сағат сайын, минут сайын ситуациямен қорықпай жекпе-жек шығу керек. Қиындықты жеңіп, мәнді игерген сайын бақытты сезім тұла бойды өзінен өзі билеп алады. Бақытты болуға ең басты кедергі бақытты болсам деген арман, яғни сағым қуалап бүкіл өмірін зая кетіреді. Бақытты болу ырықсыз эффектінің нәтижесі, яғни көбелек сияқты. Көбелекке мән бермесең, мұрнының ұшына кеп өзі қонады. Қуаласаң ұстатпайды. Бақыт құсы құт пен береке боп шаңыраққа дару үшін ғаламдық маңызы бар бұл дүниенің ішіне сыймайтын трансцендентті армандарға құлаш ұруға тура келеді.